Көзден кетсе де көңілден кетпейтін жандар болады. Туған туысы ғана емес, тарихтың өзі ұмыттырмайтын тұлғалар болады. Осыдан тұп-тура бір ғасыр бір күн бұрынғы Леонтьевка қазіргі Жарықбас ауылында 4 ұл, 4 қыздың ортасында дүниеге келген Әбдірайым ақсақалдың ұлы Әбудің өмір жолы өзгелерден дара болды. Бозбала шағы ұлы отан соғысымен тұспа-тұс келгендіктен майдан шебіне алынды. Бірақ жас жігіттің алғырлығы мен сауаттылығын бірден байқаған штаб басшысы оның қолына қарумен қатар қалам ұстатты. Сөйтіп жас жігіт әскери құжаттар мен хаттамаларды жазатын маңызды қызмет, хатшылықты да абыроймен атқарды. Отан соғысынан кейін де 1949 жылға дейін Жапон соғысында от пен оқтың ортасында жүрді. Майданнан оралған соң аудандық ішкі істер саласына жұмысқа орналасты. Қоғамда тәртіп орнату, ел тыныштығын күзетуді өзінің өмірлік миссиясы санады. Аға ретінде қандай еді ол кісі? Аға ретінде ол кісі өте бауырмашыл кісі еді ғой. Ол тек жаңағы ағайын емес, сол бүкіл өзіміздің ауылдың жаңағы Жарықбас жартыбай әулет дейді ғой. Соны балдарында жаңағы жұмысқа тартып жүретін. Ақылын айтып, одан кейін де жаңағы ауылдың көп балдарын қызметке тартты. Әдел охранға кіргізді, милицияға кіргізді. Бауырмашылдығы күшті еді ғой ол кісі. Ол кісіні жаңағы біреуге ұрсып, үйтіп деған ештеңесін мен өз басым көрген емеспін. Бірақ жаңа ақыл айтып, түзу тәрбие көрсетіп, жолын көрсетіп, сондай қамқоршы болған кісі. Өзінің ғана емес, ауыл ішінде бос жүрген талай қазақ баласының өмірде өз жолын тауып кетуіне себепкер болды. Жұмыстың өзін сол әбекең арқылы бастаған мен. Мен автошколда оқып жүргенде әбекең сол мектепке барып, біраз жігіттерді айландырды. Ол кезде шілей байқаған жоқпыз. Сүйсек жаңағы характерін, жаңағы мінез құлқын білу үшін сөрден жаңа неғіпті. Балалардан сұрастырғанда. Сода мен аты жөнімді, фамилиямды, бәрін қайерде служить еткенімді жазып алды әбекең. Сөйтті де, где-то ортада бір ай болды ма, бір шамада милицияға шақырып жатыр деді. Неменеге шақырады? Істеген қылмысым жоқ, басқам жоқ. Келіп сұрап ем, сөйтсем әбекең екен, шақырып атқан. Енді әбекеңді бұрыннан танимыз ғой ауылдың кісісі. Не болып қалды осындай? Сөйтсем біздің атымыздан біздің служить еткен жерге хат жіберіпті ол кісі. Сауаттылығы соншалықты ол кісінің. Ол кезде тексеріп алатын еді ғой, үйден, ауылдастардан не алатын. Жаңағы сұрақ, жауап, қандай, қазіргідей бастап ала бермейтін. Сөйтсе ояқтан хат кепті. Жақсы, осында служить еткен, мағыз сондай милицияға лайыққа кісілердің біреуі жігіт деп. Содан маған айтты осындай жұмысқа алам кіресің бе деп. Мен өзім сонда сандалып жүргем негізінде. Кентау бардық, Байынсай бардық, әйтеуір әр жерде бір жұмыс істеп жүргенбіз. Жас кезіміз ғой қанша дегенмен. Мақұл деп келісім бердім, содан келді де жұмысқа келіп қағаз толтырды да направление берді қалаға. Сояқта неден комиссиядан өттік. Келді жұмысқа кірісіп кеттік қой. Ал енді әбекең сияқты адам кемде кем. Бұл сияқты адам ол өмірге бір-ақ рет келетін адамдар олар. Мен білсем. Екеу болса біреуі әбу, болмаса бір өзі. Ол кісі шындық десе өлетін. Оның көміне көшеде келіп батқанда, ассалаумағалейкум деп біреумен жолығып қалды ма, таи ма, неғып жүрсің деп сұрайтын. Сұрағаннан кейін, осындай жұмыстармен, осындаймен келдім дейді. Жүр деп қолынан жетікте болатын да, ЗАГСке барасың ба? Ол кезде бірақ жерде ғой ЗАГС дегенің, не бірақ жерден болады. Алып барады.
Мына жұмысты тындыр дереу, айналайын, тындыр. Әлия дейді, Әлия деген бастық болған осы. Сақыстың. Тындырып бер дереу, тындыр. Дереу тындырып, көрдім. Рахметін айтып, олар бар алғысын жаудырып кететін. Ай, бұлар не ақып сандалтады? Деп ұрсатын. О, ауылдан автобуспен келесіз, бірақ автобус ол кезде қатынайтын ауылдан. 2-3 күн сандалтады, бұлар бір справкаға бола деп, соған талқан шығып ашулатын. КСРО жүйесінде басқару мен офицерлік құрамда орыстарға және басқа славян халықтарына басымдық берілгені, қазақ, қырғыз сияқты ұлттарға төменгі тап ретінде қарағаны тарихтан белгілі. Ал Әбу атамыз ішкі істер саласында 1951 жылдан 1983 жылға дейін 32 жыл қалтқысыз қызмет етіп, майор шеніне жеткен санаулы қазақ баласының бірі. Бұл шен адал еңбекпен қатар турашыл, қайсар мінездің лайықты жемісі дейді бірге қызметтес болған әріптесі Сейітбек мырза. Майор шен алуда ол кезде Оңай болған жоқ. Оның көйін оны айқайласып жүріп, өз заңмен қуып жүріп алды оқысы. Әйтпесе майор деген жоқтың қасы. Бір зам начальник бар, БХС-тің бастығы бар, начальник милиция подполковник көпстеді Аманбаев деген. Бітті осы. 2-3 капитан бар, қалған Избания деген абсолютно ондай жоқтығы. Әбу атамыз зейнет демалысына шыққаннан кейін де қоғам мәселесінен қол үзген жоқ. Қордаланған мәселелер жайлы аудандық газет беттеріне үнемі мақала жазды. Халықты тәртіп пен тазалыққа шақырды. Бұдан бөлек, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын орыс офицерлерінің атымен 70 жыл бойы аталып жүрген қазақ ауылдарына тарихи атауларын қайтаруға да мұрындық болған екен. Бұрын кезде өшірді. Өткен ғасырларда біздің Жарқбас елді мекен тұрғындар, осы Жарқбастар келіп көшіп мына өзен бойына келіп қоныстанады. Содан 1913 жылдары орыстар келе бастайды. Өздерің білесіңдер. Орыстар келіп өз үстемдігін жүргізеді, өйді біраз айтыс-тартыс болады, ұрыс болады, адам шығынында өлімге дейін барады. Бірақ кейін бірге жұмыс істеп, бірақ ауылдың атын сол кезде Жарқбас ауылын Леонтьевка деп қояды ғой. Ол кезде бұл Леонтьевка Алмалын, Орловка, жаңында Китай күріп кете береді өзі. Барлық ауыл, қазақ ауылдары орыстың атына болады. Кейін осы 87-88 жылдары Әбу көкеміз жазған жер су аттарын дейді. Жер су аттарын мән берейік деген мақала жазады Алғабас газетінде. Кейін ел атауларының назар аударса деген мақала жазады. Соны кейін осы өшірде жиналыс болады, жаңа айттым ғой. Біраз әртүрлі аттар ұсынады жұрттар. Кейін сол Әбу көкем түсіндіреді ғой тарихты білген. Мен хабарласқанда айтқам, сізден артық шын білмейді тарихты деп. Біраз кісілер бар, бірақ нақты айтамайды да. Сөйтіп өшірде жиналыс болып, ол кісі түсіндірді, неге себеп Жарқбас болғанын, бірінші өшірде тұрақты болғанын 30-40 жылдан бастап көбейгенімізді. Кейін осы ұсыныстар қаулы қабылдап, ұсыныс ауданға жазады. Ауданда мына 1990 жылы 13 шілдеде нөмір 254-268 аудандық депутаттар кеңесінің қарарына сәйкес ел атаулары өзгереді ғой. Сол кезде осы мынау біздің Леонтьевкамыз Жарқбас болады, Орловкамыз Алмалы болады, Китайкамыз Бәйдібек ата, соларға кете беретін. Аудан бойынша көптеген елді мекен сол мынау осы қарауларға байланысты өз бұрынғы байырғы аттарын алады ғой. Полиция майоры 58 жасында зейнеткерлікке шығып кетсе де, оның 70 жас мерейтойын аудандық ішкі істер бөлімі ұмыт қалдырмапты. 1994 жылы Әбу Абдраимовтың мерейтойын зор құрметпен атап өткенін отбасылық архивтен көрдік. Бұдан 17 жыл бұрын осы армияны бітіріп жас кезінде осы ішкі бөлімнің күнделік бөліміне әбігеніміз қабылданып бірінші жұмысқа. Содан бері өзінің біраз жыл қарамағында қызмет істеп, өзінің тәрбиесін үйретті, көрсетті. Сол әбігеннің берген тәрбиесінің арқасында мені осындай дәрежеге жетіп қызмет істеп, көздеріңізбен бірге жүрді. Кейін бір-екеуі немере шөберелерін бағып, олардың қуанышын тойлап, қызықтап жүресін. Құда қаласа енді жаңағы көкеміз айтып кеткендей 100 жасқа келген тойын тойлап өшірді. Содан кейін ағай шақырса жүрді.
Адам тілекші, ал Алла білуші екеніне тағы да көз жеткізгендей боласың. Өйткені еңбек және соғыс ардагері, Алғабас ауданының құрметті азаматы, полиция майоры Әбу Абдраимов 70 жасын дүбірлетіп атап өткеннен кейін, желтоқсан айында ауырмай сырқамай о дүниеге аттанып кете барды. Арада 6 жыл өткенде 2000 жылы 5 маусымда Шаян ауыл әкімшілігінің нөмірі 27-ші шешіміне сәйкес өмір бойы қоғамдық тәртіп сақтау саласында табысты еңбек еткен марқұм Әбу Абдраимовтың есімі Шаян ауылының бір көшесіне берілді. Әлемнің түрлі елдерінде көшелерге өте креативті әрі мағыналы атаулар беріледі. Мәселен, табиғатқа байланысты атаулар, өнер мен әдебиет туындыларына байланысты, немесе ертегі мен мифология кейіпкерлеріне байланысты атаулар. Бірақ солардың ішінде ең көп тарағаны ол тұлғаларға берілген есімдер екен. Өйткені бұл сол тарихи тұлғалардың қоғам алдындағы қызметі мен тарихи рөлін насихаттаудың бірден бір жолы. Осыдан 25 жыл бұрын атамыз Әбу Абдраимовқа Шаян ауылындағы осы көше берілді. Бұл оның аудан халқына сіңірген еңбегінің ел есінде сақталғанның айғағы. Әбу атамыз отанға адал ұл, отбасына қорған, тіреу болған абзал азамат. 3 ұл, 2 қыздың ардақты әкесі. Үлкен ұлы Мұхтархан да әке жолын қууды мақсат етті. Әскери білім ордасын үздік аяқтады. Қызмет жолын аға тергеуші болып бастады. Жасындай жарқылдап келе жатқан шағында, небәрі 27 жасында өмірден өтті. Артында 2 қызы мен ұлы қалды. Атаның қабырғасын қайыстырып кеткен қаза еді бұл. Бұл Әбекеңнің отбасындағы 2-ші ажал еді. Бұған дейін балаларының анасы Әбу атамыздың жан жары Шырайгүл апамыз да мезгілсіз жер қойнына тапсырылған болатын. Әрине Шырайгүл анамыз бізді өмірге әкелді. 3 ұл 2 қызды. Сонсоң өзі ерте 40 жасында өмірден өтті. Ар жағында біз қарап отырсақ, біреудің енді туып кеткен ұл қыздарымыз бәрі үймелі, сүймелі. Соның барлығын орнына Күлімқыз анамыз келіп, барлығымызды өсірді, бақты, білім әперді. Оның бәрі үлкен еңбек қой. Соны өзім ойлаймын да, осы қазір қарап отырсақ, жасымыз орта жастан астық қой бізде. Оның бәрі үлкен еңбек екен. 2018 жылы осы Күлімқыз анама біз ас бергенде, Құран оқытқанда, мен сол кезде анам туралы жақсы бір мақала жазған едім. Ол анау қаладан Шымкент облысынан шығатын Шаян газетіне бергем. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін деп. Өйткені Күлімқыз анамыздың бізге жасаған ол кісінің жақсылығы, ол кісінің берген салмақтылығы, тазалығы, ешқандай біреуге қатты сөйлемейтіндігі. Енді мен Күлімқыз анам туралы айтатын болсам айтар ем, 20 жылда бір-ақ рет дүниеге келетін ана. Өмірдің дауылы қалай соқса да, әкеміз кең, жомарт, арына адал, ағайын туысқа қамқор, балаларына мейірбан болмысын сақтап қалды дейді қызы. Балалық, бақытты шағымыз өте керемет өтті. Бастауышты бітірдім, 5-ші класста мені Боралдайға жіберді лагерге. Әлі есімде осы біздің ауылда, Шаянда саябақ бар тұғын, жаңадан ашылған. Әлі есімде, сол кезде мен вертолетпен апарған әкем. Вертолеттің ішінде бір 6 орындық болады, кішкентай. Сөйтіп, әкем өзі мені алып барып, сол Боралдайда лагерь бар, 1 сезонға ма, 2 сезонға ма, есімде жоқ, әйтеуір бастауышты бітірген кезде. Барып, сол жердің участковыйның үйінде түсте қонақта болдық. Сөйтіп, сол тәрбиешілер орыс болатын, орыс кісілер еді ғой. Орыс тәрбиешімізге дайындап мені, соңкен участковый өзінің қызметкеріне мынау менің қыздарым деп дайындайтын. Солар есімде, бізге көп көңіл бөлді әкеміз. Сөйтіп, жаңадай оқудың кезінде, 10-ші класс еді ғой, 10-ші класс бітірген кезде, бұл кісі тек бізде емес, жаңа ағайындардың қыздарын, қай оқуға барасың, қандай документ керек, соның бәрін дайындап, жетектеп, осы Ботагөз марқұмды, Ботаны, Рабиғаны, әлі есімде соларды оқуға документін атаның өзі апарып жүретін көкем марқұм. Сол есімде, естелікте айтып отыратын. Ата көзі тірісінде ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Құда болды, немере сүйді. Құдағиы Жаңыл апа өткен күннің естеліктерімен бөлісті. Айналайын, мынау жаңағы әбекеменен 784-те құда болдық. Құда болғанда жаман болған жоқпыз, бәрі жақсы болды айналайын. Өзіміздің ағайындай, туысқандай болдық.
Екеуі біздің шалман екеуі қатар болатын, енді артында бір 2 жас па сондай ақ үлкендігі бар тұғын. Айналайын енді. Олардың мына күлім қызында жаманшылығын көрген жоқпыз, ол жақсылығын көрдік жаным. Мынау айналайын, мынау жанар барғаннан кейін айналайын жаңағы мынау оқуға түсті, айналайын Алматыға оқуға түсті, оқуда бірінші 3 мәрте барып түсті, түсінде қоя қойшы десем қоймайым деп, атасы барға түсірем деп, атасы түсірді. Соның жемісін көрді, пәлен жүр, банкіде істеді, жаман болған жоқ, жақсы болды айналайын. Күлім қызың да, күлім құдағиым да айналайын жақсы адам тұғын. Әбу әулеті тағы бір тау тұлғалы азамат, Бәйдібек ауданының құрметті азаматы. Саналы ғұмырын білім саласына арнаған Әбіл Патсахановтың әулетімен құда болды. Баста осы әбекең екеуі әйтеуір қызмет бабында бір-бірімен араласып сыйласады, көреді, жиналыста болады. Сол кісі әбекеңді көріп, өзім сияқты ақпейіл, өзім сияқты ақ көңіл ғалым осы әбекең қызына әкелсей деп отыратын тұғын. Әкел, жүра екеуміз жарасып қаламыз, мінездеріміз сәйкес келетін деп. Ақ көңілдіктерін айтып отыратын, әрдайым айтып отыратын. Өзім лайық құда деп отыратын еді. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді қазақ халқы. Расында отбасы болып құралып кетудің зор жауапкершілік екенін осы бір-ақ ауыз сөзге сыйғызып қойғандай. Осындайда ұрпақтар сабақтастығын үзбей, қара шаңырақтың отын өшірмей отырған жанұяларға құрмет бөлек. Әбу атамыздың да ізі қалған қасиетті шаңырағында ұлы мен келіні отыр. Бұл жай ғана үй емес, өткен мен болашақты жалғайтын алтын көпір, ұрпақтың рухани кіндігі. Атам мені өзінің келін емес қызындай болып тәрбиеледі, оқытты. Балам өзіңнің жұмысыңды істеп, кемпірім енді бала шағаға өзі қарайды, сен жұмысыңды істе деп, маған тек қана жұмыс істеуді, қызметте абыройлы болуды үйретті. Өте сондай әлемдегі ең жақсы ата мен ене менде ғана болды деп мақтанып айтамын. Атама бір нәрсенің рұқсатын алу үшін апам мен Нұрлан маған айтады, мен оны атама айтамын. Атам бірден шешім қабылдайды ғой. Төркінге баратын кезде Нұрекеңе айтып отырам, ауылға барып келейші, сағынып кеттім деп отырсам, сөйтсем, жеңшемнен сұрасай деп айтатын апамнан. Апам қайтса, апам үндемей бір апта жүретін. Одан кейін атам құлағына қалай жетті, сразу айтады ғой маған, апа, балам ауылға барам дедің ба төркінге дейді да, қашан қайтасың деп сразу сұрайды, әлі бармай жатқанда сөйтіп айтатын, қашан қайтасың деп. Қонып ертең келем ғой десем, не қыласың қонып, 1-2 сағат әке шешеңмен сөйлесіп әңгімелесті, қайта ғой балам деп айтатын. Сондай өте тәртіпке үйретті бізді. Сол тәртіппен соғысының барлық тәртібіне бағынып, міне жаман болған жоқпыз. Кереметтей қазір отбасымыз бар, бала шағаларымыз бар. Атамыздың көп жылдық еңбегі еленіп, 1993 жылы ауданның Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысы Алғабас ауданы құрметті азаматы деген атақ берілген екен. Үлкендердің айтуынша бұл осы аудандағы ең бірінші алған адам екен осы атақты. Осы үлкен әулеттің жиені Асқар, немерелері Еркін мен Ерсін атасының ізін қуып, саналы түрде әскери саланы таңдады. Бұл күнде олар жаста болса бас болып жүрген азаматтар. Еркін Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Түркістан облысы бойынша департаменті басқармасының аға офицері, ал өзге де жиендері медицина, білім, қоғамдық денсаулық сақтау, жеке кәсіпкерлік сынды түрлі салаларда еңбек етіп келеді. Ұлдары бір-бір шаңырақтың иесі, қыздары бір-бір үйдің келіндері. Расында адам ұрпағымен мың жасайды екен. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін демекші, осы бейнероликті жасау барысында уақыт бөліп, өз естеліктерімен бөліскен әрбір кейіпкерге алғысым шексіз. Әсіресе Жарықбас ауылына шақырып, ата қонысты көрсеткен, ауыл тарихымен таныстырған Темірбек Өміршұлына рахметім бөлек. Өзім Бәйдібек ата ауылына осы жолмен неше рет өтсем де, жол бойында нағашы атамның суреті тұрғанын осы сапарымда білдім. Бала кезден анамнан да нағашы атам жайлы естеліктерді естіп өстім. Бірақ репортаж жасау барысында Әбу атамыздың Абай Құнанбайұлы айтпақшы,
ақыл қайрат жүректі бірдей ұстаған кемел адам болғанына түпкілікті көзім жетті. Атам үшін мақтандым, марқайдым. Атау жаныңыз пештің төрінде шалқысын.